Баршаңызға қайырлы күн. Баялыдан өте дәмді салат дайындаймыз. Маралмен бірге болып, видеоны соңына шейін көріңіздер. Алдымен баялымыздың бас жағын және түбі жағын алып тастаймыз. Сонан соң қабығын екі жағынан ашимыз. Баялыны қақ ортасынан бөлеміз. Және тағы да бөліп, 4 бөлікке осылай 3 бұрыштылап турап аламыз. Қатты жіңішкелеп тураудың қажеті жоқ. Орташа қылып тураймыз. Светофор болгар бұрышын дәл осылай ұзынша қылып турап, сонан соң 3 бұрыштылап турап аламыз. Жай болгар бұрышын үшбұрыштылап тураймыз. 4 тіс сарымсақты жақсылап жуамыз. Сонан соң 2 тіс сарымсақты ұсақтап тураймыз. Қалған 2 тіс сарымсақты ірі қылып турап аламыз. Ұсақтап туралған сарымсақты сояға қосамыз және үстінен 1 қасық құмшекерімізден салып араластырамыз. Бұл біздің соусымыз болады. Келесі пиязымызды дәл осы видеодағыдай ірілеу қылып турап аламыз. Ас көк пен көк пиязды да ірі қылып турап аламыз. Қызанағымызды дәл осы видеодағыдай тураймыз. Туралған баялыға 2 ас қасық жүгері крахмалынан қосамыз. Сол кезде біздің баялымыз өте қытырлақ әдем болып қуырылады. Қызып тұрған майымызға баялымызды салып, қызарғанша қуырамыз. Қуыру барысында арғы бетіне аударуды ұмытпаймыз. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Жақсылап қуырылған баялымызды артық майлары сіңу үшін құрғақ майлыққа сүзіп аламыз. Қызып тұрған майымызға сарымсағымызды салып қуырамыз. Артынша пиязымызды салып қуырамыз. Болгар бұрышынан саламыз, барлығын араластырып 1 минут қуырамыз. Сонан соң тұзымыздан саламыз. Бұл жерде болгар бұрышын ұзақ қуыруға болмайды, оның дәмі кетіп қалады. Сол себепті 1 минуттан артық қуырмаңыздар. Барлығы тез суы үшін ыдысымызға саламыз. Үстінен баялыны, аскөк пен көк пиязды, қызанақты және де соусымызды құямыз. Чим-чим приправасынан өзіміздің қалауымыз бойынша 2 ас қасықтан қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және өз қалауымыз бойынша дәмдеуіштер қоссақ болады. Мен осындай қаламбыр дәмдеуішін қостым. Өте әдемі, ерекше дәм береді. Салатымыз дайын болған соң бетінен осындай күнжуттан сепсек болады. Өте әдемі және дәмі деген керемет баялыдан жасалған салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.